Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлшаш. Бүгін сіздермен рассольник дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қалаған етімізді алып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін осылай бетіндегі көбіктерді сүзіп аламыз. Кейін етімізді астын басып, тағы да отта қалдырамыз. Етіміз әбден піскеннен кейін осылай түсіріп аламыз. Кейін перловкамызды алып, бөлек ыдыста үстіне қайнап тұрған суды құйып, 1 сағаттай бұқтырып қоямыз. Перловкамыз бұқтырылғанша манағы сорпамыздың үстіне картобымызды салып, кері қайнататын боламыз. Картобымыз пісіп жатқанда табаға майдалап туралған пиязымызды салып қуырамыз. 10 минуттай пиязымызды қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластырып, екеуін тағы да қуырамыз. Оның үстіне сарымсағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 15 минуттай отта ұстап, көкөністерімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Кейін оны сорпаның үстіне қосатын боламыз. Енді майдалап туралған тұздалған қиярымызды табаға салып, қуырып аламыз. 10 минуттай қуырамыз. Кейін үстіне сұйық майды құйып, томатымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағат баяу отта бұқтыратын боламыз. Кішкене су құямыз. Өте көп судың құюдың қажеті жоқ. 1 сағат өткеннен кейін перловкамыздың суын төгіп алып, сорпаға саламыз. Кейін туралған етімізді саламыз үстіне, оның үстіне қуырылған көкөністерімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жарты сағат отта тұрған тұздалған қиярымызды салып аламыз. Қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болғанша отта ұстаймыз. Сорпаны міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Кейін ең соңынан сорпаға рассольник құятын боламыз, яғни тұздалған қиярдың суын. Барлығын жақсылап араластырып жіберіп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Ас болсын!